Саламатсыздар ма, шебер ханымдар, қалайсыздар? Бүгін біз жаңа хит болып жатқан чипчик бас киімін тоқитын боламыз. Мынау Ализе Дива жібі. Мен осымен сабақты осымен тоқығалы отырмын. Өзімнің қолымда бар жіп сол болып тұр. Негізі жіптің жуандығы осындай, или бұдан сәл жуандау болса болады. Ана Иранның екі қабатын деген сияқты жуандықпен емес. Содан төмен қарай жуандық жіптермен тоқи береміз. Мына жіппен тоқсаңыздар да болады, кресмиспен тоқсаңыздар да болады. Мынандай бір не бар ғой. Тағы бір жіп бар. Сонымен тоқсаңыздар да болады. Оны атын ұмытып отырмын, арасында айтып кетемін. Сосын мынадай моншақтарды пайдаланамыз. 8-дік моншақ пайдалансаңыздар да болады. Болмаса интернет магазиннен мынандай моншақ алсаңыздар болады. Дайын жіпті өткізіп тоқып кете береміз. Алдына. И ана 8-дік моншақта бұндай дайын жоқ, ортасында тесігінен кружоктың бір деген жағыменен пайдаланып, сонымен тоқитын боламыз. Моншақпен тоқсаңыздар, сөйтіп тоқисыздар. Несінде сол жеріне келген кезде моншақпен де мынаумен де көрсететін боламын, қалай тоқу керек екенін. Енді біз кольцо жасап аламыз. Осылай алып, екімен тоқимыз, бірді моншаққа пайдаланамыз. Жұмыс жіпті шығарып аламыз, сөйтіп бір тоқып аламыз. Осылай бір тоқып алайық. Содан кейін үш көтеріп алайық. 1, 2, 3. Осылай үш көтеріп аламыз, сөйтеміз да кружокқа жіпті іліп аламыз да. Жұмыс жіпті кольцомыздың ішінен өткізіп, екеуін бір тоқимыз. Кольцомыз ішінен жұмыс жіпті өткізіп аламыз, сөйтіп екеуін бір тоқимыз. Өстіп 14-ін тоқып шығайық. Қазір біреуін тоқыдық. Осы кольцоны 14-ін айналып келген кезде, осы менің кружогымда тұрған өрім бар емес ба? Содан бекітеміз. Мынадан бекітеміз. Бірінші мынадан бекітеміз. 14-ін тоқып болған кезде. Енді кружокқа жіптелеміз да, осылай жұмыс жіпті кольцоның ішінен шығару арқылы, екеуін бір тоқу арқылы санап отырып 14-ін тоқиық. Дәл өстіп 14 тоқиық. Мына екеуін тоқыдық. Ары қарай 14 тоқып шығайық аяғына дейін. Мінекей мына қысқа жіпті тартып, мындай жасап алдық. Енді мына жұмыс жіпті бағана осы өрімнен аламыз деп айттым ғой. Мына өрімнен жұмыс жіпті шығарамыз. Кружокта жіппен өткізіп береміз. Енді осы әрбір өрімнен мынаны үш көтеріп аламыз да. 1, 2, 3 көтеріп алдық та, кружокқа жіпті іліп, әрбір өрімнен алып шығамыз. Сонда мынарда 14 па, бір өрімнен 2 рет алған кезде ол 28 болады. Дәл өстіп кружокқа жіптелеміз. Дәл сол жерден тағы аламыз, бір жерден 2 рет аламыз, бір өрімнен 2 рет аламыз. Екеуін бір тоқимыз. Кружокқа жіптелеміз, келесі өрімнен жұмыс жіпті шығарамыз. Сөйтеміз да, екеуін бір тоқимыз, екеуін бір тоқимыз. Кружокқа жіптелеміз, дәл сол алған жерден аламыз тағы да. Бір өрімнен 2 рет аламыз, сөйтіп 24 болады. Бағана 14 жібіміз 24 жіп болады. Осылай тоқимыз. Кружокқа жіптелеміз, келесі өрімнен жұмыс жіпті шығарамыз. Сөйтіп екеуін бір тоқимыз. Екеуін бір. Осы жасап атқан шеңберіміз
12 сантиметр болу керек. 7 қатарда ма? Сондай болу керек. Дәл өстіп аяғына дейін барайық. Бір жерден 2 рет алып, 14 жіпті 28 бола ма? Сондай жіпті қылып айналып тоқып шығайық. Мінекей тоқып келдім. Енді мына бірінші неміз тұр ғой, осының өрімнен барып тур бағанағыдай жұмышып шығарып аламыз. Мына өрімнен жұмышып шығарып аламыз. Сөйтеміз да кружокта жіптен өткізіп береміз. Енді 3 көтеріп аламыз осыны тағы да. 1, 2, 3 көтердік. Кружокқа жіпті ілеміз. Бірінші өрімді тоқимыз. Бірінші өрімнен бір-ақ рет тоқимыз. Екінші өрімнен 2 рет тоқимыз. Сөйтіп жіпті көбейте береміз. Екіншіден алам. Екіншіден 2 рет алам. Бір жерден 2 рет алам. Екіншіден. Тағы осы жерден алам. Сонда 24 жіптің 12-сінен 2 рет алынады да, 12-сінен 1 рет алынады. Сонда 12 жіп қосылады деп есеп жобалап отыр. Мен енді бірақ ауызша есептеп отырмын да, дұрыс па дұрыс емес білмеймін. Сонда 24-ке 12 жіп қосылады. Енді екіншісінен алам, екінші өрімнен 2 рет алам. Келесі өрімнен бір-ақ рет алам. Бір өрімнен 1 рет алам, екінші өрімнен 2 рет алам. Бір өрімнен 1 рет алам, екінші өрімнен 2 рет алам. Осылай жіпті көбейтіп аламыз. Келесі өрімнен 2 рет алам. Өйткені жаңа алдындағыдан бір-ақ рет алынды. Одан 2 рет алам. Өстіп, ана бастаған жерімізге дейін барамыз. Алдында қалай жасадық, тура солай жасаймыз. 2 алдым, мынадан 1 алам. Кружокқа жіптіріп, келесі өрімнен 2 рет алам. Өстіп, аяғына дейін барайық. Жіпті көбейтеміз өстіп аяғып. Үлкен тоқ келдім. 1, 2, 3 қатар тоқтық. 3 қатарда біріншіден жіп қосылған жоқ, екіншіден қосып отырдық. Енді келесі қатар тоқимыз. Келесі қатар тоқу үшін біз нарда келесі өрімге өту үшін пайдаланған жібіміз ойна 3 көтеріп алған. Мынаның өрімнен аламыз. Мына өрімнен алып атырмыз. Жұмышып шығарамдағына кружокта жіптен өткізіп берем. Енді осыны 3 көтеріп алам. 1, 2, 3 көтеріп алдым. Кружокқа жіпті іліп аламыз дағына. Бірінші өрімнен жіпті қоспаймыз. Екінші өрімнен де қоспаймыз. Үшінші өрімнен қосамыз енді. Бағына бірінші өрімнен қостық, одан кейін екінші өрімнен қостық. Енді үшінші өрімнен қосамыз. Бірінші өрім тоқып алдым. Екінші өріміміз. Екінші өрім. Үшінші өрімде жіп қосамыз. Жіп қосу үшін бір жерден 2 рет аламыз. Енді аяғына дейін үшінші өрімде 2 жіптен алып отырасыздар. 1 мен 2-де кәдімгідей тоқисыздар, дәл жаңа мен көрсеткендей. Үшіншіден 2 рет алдым. Бір жерден 2 рет алдым. Кружокқа жіпті ілеміз. Сөйтеміз, бірінші өрімнен кәдімгідей
бір рет тоқып шығамыз. Бір. Екіншіден де сөйтіп кружокқа жіпті іліп, екіншіден де бір рет тоқып шығамыз. 2. Үшіншіге келдік. Үшіншіде 2 рет аламыз. Бір жерден 2 рет аламыз. Үшінші өрім. Бір. 2 рет аламыз. Бір жерден 2 рет аламыз. Алған жерімізден тағы да аламыз. Сөйтіп. Жіпті өстіп көбейтеміз енді. Үшіншіден 2 рет аламыз. Біріншіден 1 рет аламыз. Бір тоқыдық. Екінші өрімнен тоқимыз. Үшінші өрімнен 2 рет аламыз. Бір жерден 2 рет аламыз. Үстіп аяғына дейін тоқып барайық. Бір жерден 2 рет алдым. Так, осындай 7 қатар тоқимыз. Сол кезде 12 сантиметр болу керек. 1, 2, 3, 4-шісін тоқып атырмыз. Тоқ келдім. Енді мына стойкамыздың үстінде өрімнен аламыз. Көтеруге көмектескен емес, стойканың үстінде өрімнен аламыз. Жұмыс жіпті шығарамда. Мынадан бүйтіп, кружоктан бүйтіп өткізіп жіберем. Енді 1, 2, 3, 4, 5-ші қатар тоқимыз. Жаңа 3-шіде жіп қоссақ, енді 4-шіде жіп қосамыз. 1, 2, 3 көтеріп алдым. Енді жұмыс жіпті, кружокқа жіпті бір орап аламда, келесі өрімнен жұмыс жіпті шығарып, екеуін бір тоқим. Кружокқа жіпті ілеймін, келесі өрімнен жұмыс жіпті шығарып аламын. Демді екеуін бір тоқим, екеуін тоқыдық. Кружокқа жіпті ілеймді, үшіншіні тоқимын. Екеуін бір тоқим, үшеу тоқыдық. 4-шіде 2 рет аламыз. 4-ші өрім. 1, 2. Дәл осы жерден тағы 1 рет алам. Сонда 4-шіден жіп қосып отырамыз. Жіп көбейтіп отырамыз. Үшеуін тоқимыз. Үшеуден үшеу шығады. 4-шіден 2 аламыз. Өстіп бастаған жерімізге дейін тоқып шығайық. Тоқып келдім. Енді мына не дейміз, қабырға дейміз ба, соның үстіндегі өрімнен алып, жұмыс жіпті шығарып, кружокта жіптен өткізіп жібереміз. Сөйтемізді әдеттегідей 3 көтеріп аламыз да, жаңа 4-шіге қостық па, енді 5-шіге қосамыз. 2 тұр екен, 1, 2, 3, 4-шіге қосыппыз. Енді 5-шіге қосамыз. 5-шіге жіп көбейтіп отырамыз 5-шіден. 4-еуін жай тоқып отырамыз. 1, 2, 3-еу. Жіпті орап аламын, кружокқа іліп аламын. Ана өрімнен алып, келесі өрімнен алып, жұмыс жіпті шығарып, сөйтіп екеуін бір тоқим. Біреу тоқыдық. Екеу. Үшеу. Үшінші өрімнен алып атым. Төртінші өрімнен алам.
төртінші өрімнен алдым. Бесінші өрімнен 2 рет аламыз. Бір жерден 2 рет аламыз. Өстіп, бастаған жерімізге дейін дәл осы тоғызбен барайық. Былай ауызша айта салса да түсінетін дүние жеңіл. Просто енді бастап жатқан жандар болса, көрсетпедіңіз ба деген комментарий жазады. Анау шлөпкілерде екі жанын көтеруді, алдын қосуды, бәрін арнайы бір сабақ қып төменде түсіріп қойғанмын ғой. Сосын барамда мен екі жанын көтермеймін, бастап осы ордан бастап кете беремін. Сөйтсем сол комментарийға соны жазыпты. Астында төменде көрсетіп қойғанмын. Мінекей, сол сияқты түсінбей қалдық деп айтпасын деп бір қатарын көрсетіп. Дәл осыменен енді 4-еуін тоқып, 5-шіден 2, 4-еу тоқып, 5-шіден 2 айналып осыраға келейік. Мінекей, 1, 2, 3, 4, 5, 6-шыны тоқыдық. Енді соңғы 7-шіні тоқимыз. 7-шіні тоқимыз. Енді 7-шіде нарада мысалы мынаның өрімнен аламыз. Мына өрімнен аламыз. Жұмысып шығарамын. Сөйтем да кружокта жіптен өткізіп жіберем. Енді 3 көтеріп алам. Тур бағанағыдай. 1, 2, 3 көтеріп алдым. Енді бағана біз 1, 2, 3, 4-ші, 5-шіден толтырдық қой. 5-шіден жіп қостық қой. Енді 6-шыдан жіп қосамыз. Кружокқа жіпті іліп аламыз. Келесі өрімнен жұмысып шығарамыз. Сөйтемізді бағанағы сол қайталаймыз тағы да. 1, 2, тағы да келесі өрімнен аламын. 2 тоқып алдым. 6-шыда жіп қосамыз дедік, 2 тоқып алдым. 3-шін. 4-ші. 4-ші. 5-ші. 6-шыда 2 рет аламыз. Бір жерден 2 рет алу арқылы жіп көбейтеміз. Осы көбейген жіппенен тоқып шығамыз енді. Бір жерден 2 рет алдым. 5-еуін тоқыңыз, 6-шыдан 2 рет алып отырыңыз. Бетіп айналып тоқып найқа керек. Осы жерде кездесеміз. Тоқып келдім. 12 сантиметр oldu менікі. 12 сантиметр oldu. Енді арай тоқу жайын көрсетемін. Мынау жұмысымызды әдеттегідей мынаның өрімнен аламыз. Сөйтіп жұмысып шығарып аламыз да. Кружокта жіптен өткізіп жібереміз. Өткізіп жібердік. Енді арай тоқимыз. 6 рет көтеріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет көтеріп алдым. Кружокқа жіпті 2 рет орап аламын. 2 рет жіп орап аламыз. Сөйтеміз дағына осы жерден жұмысып шығарып, келесіден алсаңыздар да болады негізі. Екеуін бір тоқып аламыз. Екеуін бір тоқыдым. Кружокта жіп 2 қалды. Тағыдай жіпті 2 рет орап аламыз. Сөйтемізді бір өрім тастап кетіп, келесі өрімнен аламыз. Келесі өрімнен алдық. Екеуін бір тоқим, 3-еуін бір тоқим.
Үшеуін бір тоқыдық. Мынадай болып шығады сол кезде. Енді үшеуін бір тоқығаннан кейін екі өрім көтеріп алып отырамыз. Бір, екі өрім көтеріп алдық. Енді кружокқа жіпті екі рет орап аламыз. Бір, екі рет орап алдық. Мына алған жерімізден аламыз. Мынаның алған жерінен аламыз. Екеуін бір тоқимын. Екеуін бір тоқимын. Кружокта жіп екеу қалады. Екеу қалды. Кружокқа тағы да жіпті екі рет орап аламыз дағыны. Бір өрім тастап кетеміз, екінші өрімнен алам. Сөйтеміз да екеуін бір тоқимын, екеуін бір тоқимын, үшеуін бір тоқимын. Үшеуін бір тоқыдым. Үшеуін бір тоқыған кезде екі өрім көтеріп аламыз. Алған жерден аламыз. Үш бір шығады сол кезде. Мынандай узорға түсетін. Осындай узор. Қиық узор, қиық, картаның қиығы. Так, екі көтеріп аламыз. Бір, екі рет жұмыс жіпті орап аламыз. Бір өрім, алған жерден аламыз. Алған жерден алуды ұмытып кетсеңіздер, қиықтың бір аяғы жоқ болып кетеді да, узор өзгеріп кетеді. Бір, екі. Мына кружокта екі жіп қалды, тағы да екі рет орап алам дағыны. Бір өрім тастап кетіп, келесі өрімнен алам. Екеуін бір тоқимын. Екеуін бір тоқимын, екеуін бір тоқимын, үшеуін бір тоқимын. Үшеуін бір тоқыдым. Міне үшеуін бір тоқыған кезде екі өрім жоғарыға көтеріп аламыз. Осы қайталана береді. Бір, екі өрім жоғарыға көтердік. Кружокқа жіпті екі рет орадық. Алған жерімізден аламыз. Мына стойкіден қай жерден алдық, сорадан аламыз. Қиықтың бір аяғы ол. Екеуін бір тоқимын, екеуін бір тоқимын, екеу қалады. Екеу қалғаннан кейін кружокқа жіпті екі рет орап аламыз да, бір өрім тастап кетіп, екінші өрімнен барып аламыз. Сөйтеміз дағына, екеуін бір тоқимын, екеуін бір тоқимын, үшеуін бір тоқимыз. Үшеуін бір тоқығаннан кейін екі өрім көтеріп аламыз. Бір, екі өрім көтеріп аламыз. Жұмыс жіпті екі рет орап аламыз. Осыған алған жерден аламыз. Нараны қай жерден алдық, дәл сол жерден барып аламыз. Қиықтың бір аяғы ол. Сөйтеміз де екеуін бір тоқимыз, екеуін бір тоқимыз. Кружокта екі жіп қалады, тағы да екі рет орап аламыз жұмыс жіпті. Бір өрім тастап, екінші өрімнен барып тоқимыз. Екінші өрімнен барып тоқимыз. Сөйтеміз де екеуін бір тоқимыз, екеуін бір тоқимыз, үшеуін бір тоқимыз. Осы қайталана береді. Ана бастаған жерге дейін дәл өстіп тоқып барайық. Мынадай қиық шығып жатыр. Бүйтіп айналып тоқып келдім. Енді мына жерін көрсетіп жіберейін. Осылай келдік. Енді кружокта жіп бүйтіп қалды, екі рет орап аламын. Сөйтем дағыны, мына біреуін тастап, мына арадан бір өрім тастап, келесі өрімнен жұмыс жіп шығарып, екеуін бір, үшеуін бір тоқимын. Үшеуін бір тоқыдым. Мына шеңберден кейінгі бірінші узорымыз бітті. Енді осыны бағана мына арада 6 көтердік қой, басынан аяғына дейін 4 көтере береміз. 1, 2, 3, 4. 4 көтеріп алдық. Енді бұрып артқа қарай тоқимыз. Мына жібімізді мыналардың ішіне бүйтіп жасыра салатын боламыз. Так, 4 көтеріп алдық. Кружокқа жіпті 2 рет орап аламыз. Сөйтеміз дағыны. Енді бүйтеміз. Бір өрім қалады, екіншіден аламыз деп бастадық қой басында. Енді ылғи мынадан алып отырамыз. Арқадан емес, мынадан алып отырамыз. Осыдан. Мына үшбұрыш тұр ғой. Соның үстің жағында өрімнен алып отырамыз. Енді мәне 4 көтеріп алдым. Артқа қарай тоқып жатырмыз. Кружокқа жіпті 2 рет орап алам.
екі рет орап аламын. Жаңа көрсеткен үш бүріштің үстінде өрімнен алып жатырмын. Сөйтемде екеуін бір тоқимын. Екеу қалды ғой. Кружокқа жіпті екі рет орап аламыз да, алған жерден аламыз. Мына жерде басында алған жерде емес, келесіден аламыз. Келесі үш бүріштің басынан алдық. Бағана көрсеткен жерден алып жатырмын. Екеуін бір тоқыдым. Енді үшеуін бір тоқимын. Үшеуін бір тоқыдым. Енді үшеуін бір тоқыған кезде екі көтеретін тоғымыз. Содан кейін кружокқа жіпті екі рет оқып, орап аламыз да, үшеуін бір тоқыған кезде алған жерден алатын тоғымыз. Міне, алған жерден енді аламыз. Бір, екі. Кружокта жіп екеу қалды. Екі рет орап аламыз дағына. Келесі неден аламыз? Өрімнен. Аркадан алып атқан жоқпыз, ылғи надан аламыз. Арка қалады, бір өрім қалады, келестен аламыз дедік қой. Міне, ылғи сорадан алып атырмын. Екі орап алдым, кружокқа жіпті, келесіден алам, надан аламын. Өйткені алған жерден алмаймын, өйткені кружокта үшеуін бір тоқығанда аламыз. Екеуін тоқыдым, үшеуін бір тоқим. Енді барып, кружокта екі өрім көтеріп аламын. Сөйтем дағына кружокқа жіпті екі рет орап аламын да, нарада біз жаңа үшеуін бір тоқыдық, сондықтан алған жерден аламыз барып. Бір, екі. Кружокта жіп екеу қалды. Екеуін бүйтіп екі жіп қосып орап аламын. Жаңа көрінбей қалдым, мына үш бұрыштардың үстінен алып жатырмыз. Аркадан алып жатқан жоқпыз, ылғи үш бұрыштардың үстінен алып жатырмыз. Осындай жерден алам. Кружокқа жіпті екі рет орап алдым. Енді келесі үш бұрыштың үстінде өрімнен аламын. Өрімнен алдым. Екеуін бір тоқим. Үшеу болды, үшеуін бір тоқим. Үшеуін бір тоқыған кезде алған жерден аламыз. Бір, екі көтеріп аламыз. Кружокқа жіпті екі рет орап аламыз. Содан кейін барып, алған жерден барып аламыз. Ол үш бұрыштарымыздың, қиықтардың бір аяғы. Екеу болды. Так, мынадай болып шығады сонда мына. Мына үш бұрыш екеу бір-біріне қарап тұру керек қой. Мына екеу бір-біріне қарап тұр, мына екеу бір-біріне қарап тұр, мына екеу бір-біріне қарап тұр. Бұлай болады осында. Так, енді екеу болған кезде кружокқа жіпті екі рет ораймыз да, алған жерден алмаймыз, келесі өрімнен аламыз. Үш бұрыштың өрімнен, жаңа мен көрсеттім ғой, содан алып жатырмын. Екеуін бір тоқим, үшеуін бір тоқим. Үшеуін бір тоқыған кезде алған жерден аламыз. Ол үшін алдында бірінші екі көтеріп аламыз. Содан кейін кружокқа жіпті екі рет орап аламыз. Содан кейін барып алған жерімізден барып аламыз. Екеуін бір тоқим. Екеу қалды. Екеу қалған кезде кружокқа жіпті екі рет орап аламыз да, келесі үш бұрыштың өрімнен аламыз. Арадан. Арқаға батыр сонда. Арқа қалады, надан аламыз. Арқа қалады, надан аламыз. Екі орап алдым. Келесі деген кезде осы үш бұрыштың үстінде өрімнен аламыз. Алған жерден деген кезде осы жерде келіп қайттан аламыз. Екеуін бір тоқим. Үшеу қалды, үшеуін бір тоқим. Үшеуін бір тоқыдым. Екі көтеріп алам. Кружокқа жіпті екі рет орап алам. Алған жерден аламыз. Мынау жаңа алдық қой, содан алып жатырмыз. Бір жерден екі рет алдық. Екеу қалған кезде бір жерден екі рет алмаймыз, келесіден аламыз. Енді келесі үш бұрыштың, мына үш бұрыштың үстінен алам. Екеуін бір тоқим, үшеуін бір тоқим. Өстіп аяғына дейін барайық. Мынадай болып шығады. Мына екінші қатар. Шеңберден кейінгі екінші қатарымызды тоқып жатырмыз. Мінекей тоқып келдім. Мына жерін көрсетіп жіберейін.
Осы екі қатар тоқтық қой, мына соңғы қатар тоқтық қой, жаңа айналып кеп тұрмын ғой. Дәл соны қайталай береміз енді. Кружокты 2 рет ораймын да, мына алған жерден аламын. Алған жерден аламын. Сөйтем да екеуін бір тоқиым, екеуін бір тоқиым, екеу қалды. Кружокқа жіпті 2 рет ораймын дағына, мына тұрған менің өрімнен аламыз. Осының өрімнен алам. Мына да өрімнен. Мына сөйтем да екеуін бір тоқимыз, екеуін бір тоқимыз, үшеуін бір тоқимыз. Үшеуін бір тоқыдық. Енді осы жерде мынандай осылай болып түсу керек. Ромбик 3 бұрыш бір-біріне қарама-қарсы түскен. Ромбик 3 бұрыш бір-біріне қарама-қарсы түскен. Мынау ромбик, мына 3 бұрыш бір-біріне қарама-қарсы түскен. Сол узор өзгеріп кетпесе болды. Мына ромбик бір-біріне қарама-қарсы тұр. Мына 3 бұрыш болып тұр. Енді мына аяғы да сондай. Енді 4 көтеріп аламыз. 1, 2, 3. Аяғына дейін осы көтерісті 4-еу көтере береміз. Екі жағында да. Бірінші алғанда 6 болдық, 4-еу қылсаңызда да бола береді. Так, кружокқа жіпті 2 рет орап аламыз. Осы алған жерден аламыз барып. Сөйтіп екеуін бір тоқиым. Екеуін бір тоқиым. Кружокта жіп екеу қалды. 2 рет орап аламдағына келесі өрімнен аламыз. Келесі өрім болғанда бағанағыдай. Мына 3 бұрыштың өрімнен алып тоқимыз. Мына жерден аламыз, нарадан аламыз, мына жерден. Сонда арқа қалы болып тұрады. Так, кружокқа жіпті 2 рет орап аламда, мына 3 бұрыштың өрімнен аламыз. Екеуін бір тоқимыз. Екеуін бір тоқимыз. Үшеуін бір тоқимыз. Бірінші бастағанда бір өрім тастап кетіп, екіншіден аламыз деп айттық қой. Қазір бұнда да сондай болады, бірақ burada өрім емес, арқа болып қап кетіп жатыр. Так, үшеуін бір тоқыдық. 1, 2 көтеріп аламыз да, кружокқа жіпті 2 рет ораймыз да, үшеуін бір тоқыған кезде алған жерден алатын тұғымыз. Үшеуін бір тоқығанда. Екеу алған кезде кружокқа тағы да 2 ораймыз да, келестен алатын тұғымыз. Мынау арқамыз тұрына. Одан емес, мына 3 бұрыштың өрімнен аламыз. Екеуін бір тоқиым, екеуін бір тоқиым, үшеуін бір тоқиым. Осылай тоқып кете береміз. Мына 3 бұрыш пен 3 бұрыш бір-біріне қарама-қарсы қарап тұрды. Мынау қиық болып тұр. Мынау да қиық болып тұр. Мына екеуі бір-біріне қарама-қарсы болып тұр. Осындай болып, өзгеріп кетпей, нараны өзгертіп алмасаңыздар болды. Бұяқ өзгермейді. Алған жерден алып отсаңыздар болды. 2 рет алатын жерден 1 рет алсаңыздар, өзі узор бұзылып кетеді. Мына 2 көтеріп алдым, кружокқа жіпті 2 рет орап алам, сөйтемді алған жерден барып алам. Сөйтемізді екеуін бір тоқимыз, екеуін бір тоқим. Мына екеу қалды, екеу қалған кезде кружокқа жіпті 2 рет ораймыз дағына. Мына арқадан алмаймыз, мына 3 бұрыштың өрімнен аламыз. Қазір тағы көрсетемін. Екеуін бір тоқиым. Екеуін бір тоқиым. Өстіп 15 қатар тоқиық. 15 қатардан кейін кейіп көріңіздер. Егер дұрыс болатса, сонымен тоқтатамыз. Арғайы бірге тоқимыз. 15 қатардан кейін арғайы бірге тоқитын боламыз. Мүмкін 15 қатар норма болмай жатса, 16 қатар тоқсаңыз да болады. Енді мен жаңа алып атқанда мынау, арқа қалып атыр да, ылғи 3 бұрыштың үстінде өрімнен алып атырмын. Осы жерден алып тоқып атырмыз. Бірінші тоққанда бір өрім қалады, екіншіден аламыз дедік, мына арқа қалып атыр да, мынадан алып атырмыз. Дәл осылай тоқи береміз. Узорымыз мынандай болып түсу керек. Мына екеуі ромбик болып тұр, мынау екеуі қарама-қарсы 3 бұрыш болып түсіп тұр. Асты ромбик болып тұр. Осылай сол узорды өзгертпей 15 қатар тоқиық та, содан кейін басқа кейіп көрейік.
егер норма болып жатса ары қарай бірге тоқитын боламыз. 15 қатарды былай санаймыз. Мына біреу екеуге, әрда біреу екеу үшеу болды. Осылай санаймыз 15 қатарды. Мінекей тоқып болдым. Арада өздеріңіз бастарыңызға өлшеп отырып аяқтайсыздар. Мына жерде менде 16 қатар болған кезде 21-22 болу керек. Мен кең тоқығам деймін. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 болып тұр менікі. 21-22 сантиметр тоқсаңыздар болды. Бастарыңызға кеп көріп отырасыздар. Әркімдікі әртүрлі болады. Өйткені неге біреу тар тоқиды, біреу кең тоқиды деген сияқты ғой. Соған байланысты, өлшемді соған байланысты аласыздар. Енді мінекей мынаны бір көтеріп аламыз дағыны. Бір көтеріп аламыз. Сөйтеміз дағыны. Енді бір адам моншақты тоқитын кезде көшеттің бірін пайдаланамыз. Кәдімгі моншақ 8-дік моншақпен тоқсаңыздар да болады. Егер сіздерде мынадай болмаса, негізі бірақ интернет магазинде бұның түрі бар енді. Ол моншақты да өстіп тесігінен өткізіп аласыздар, ал мынадан өткізіп аламыз. Сөйтеміз да мына қолымызда бір көтеріп алған жұмысшымыз бар емес, соны осы ненің ішіне өткізіп жібереміз. Өткізіп алдық. Мына жерде бірінші тоқып алайық. Так. Бір көтеріп алдық. Енді күршекке жіпті 2 рет ораймыз дағыны. Мына тұрған 3 бұрыштың үстінен келіп тоқимыз. Осы арадан 6 рет аламыз. 3 рет алған кезде моншағымызды қосып жібереміз. Мына біреуін тоқыдым. Күршекке жіпті тағы да 2 рет орап аламын дағыны. Тағы сол жерден біреу, екеу, үшеу, 2 тоқыдық. Мынау үшіншіміз. 1, 2, 3. Бір көтеріп алып барып, моншақты өткіземіз. Енді осы жерде бірді пайдаланамыз. Күршектің бірін пайдаланамыз. Мына көтеріп алған жұмысшымызды осы ненің ішіне өткізіп жібереміз. Моншақтың ортасынан өткізіп жібереміз. Сөйтеміз да осыны бір тоқып аламыз. Бір тоқып аламыз. Сөйтеміз дағыны. Осы жаңа алған жеріміз бар емес пе? Содан енді қалған 6 аламыз, 6 рет аламыз дедік қой бір жерден. Жаңа 3-еуін алдық, сөйттік та моншақты орналастырып алдық. Енді 3-еуі бар. Біреуін тоқыдым. Күршекке жіпті 2 рет ораймыз да, тағы сол жерден аламыз. 6-ауын да жаңағы көрсеткен 3 бұрыштың үстіндегі өрімнен алып жатырмын. 2 кетті. Мына үшіншіміз сол жерден алдым. Бәрін бір жерден алып жатырмын. Көрсеткен 3 бұрыштың үстінен алып жатырмын. 1, 2, 3. Енді осыны апарамыз да, мына 3 бұрышты тастап кетеміз да, мына арканың ішіне бекітеміз. Бір тоқу арқылы бекітеміз. Бір тоқимыз да, осы арада бекітеміз. Мына бекіттік. Мынадай болып түседі. Енді күршекке жіпті тағы 2 рет орап аламыз да, мына 3 бұрышты тастап кетеміз да, мына 3 бұрыштен аламыз. Осы 3 бұрыштен аламыз. 1, 2, 3. Сол 3 бұрыштен тур жаңағыдай 6 рет тоқимыз. Үшіншіде моншақ салып жібереміз. 2. Дәл жаңа алған жерден алып жатырмын. Алған жерден 6 рет аламыз. Үшіншісінде моншақ қосып жібереміз.
екеу, мынау үшіншіміз. Бәрін бір жерден алып жатырмын. Үшіншіміз. Үшіншіде бір көтеріп аламыз тағына. Моншағымызды пайдаланамыз. Кружокты ауыстырамыз бұл жерге. Сөйтеміз да шығарып жібереміз жұмысшықты. Сөйтіп арқаға барып бекітеміз. Бір тоқу арқылы бекітеміз. Мынау арқаға барып. Мына үшбұрыш қалады, мынау арқаға кеп, бір тоқу арқылы бекітеміз. Бектік. Дәл өстіп аяғына дейін тоқи береміз. Ой-ой-ой, үшеу тоқыдым кетіппіз ғой. Бекітуге әлі еттік. Ошақты өткізіп алдық. Ошақты өткізіп алдық. Үшеуін тоқыппыз, үшіншісін тоқымаппыз ғой. Екі орап аламыз да, тағы осы жерден үш рет тоқимыз. Содан кейін барып арқаға барамыз. Бір, екі, бәрін бір жерден алып жатырмын. Енді барып осы жерде арқаға барып бекітеміз енді. Мына үшбұрышты тастап, мына арқадан аламыз. Енді мына үшбұрышты тастаймыз да, мынадан аламыз. Моншақты осыртын шығарғаннан кейін мынау арқаға кеп бекітеміз. Дәл сөйтіп өстіп аяғына дейін тоқимыз. Мындай болып шығады сол кезде. Моншақ болса, егер сегіздік пайдаланамыз, онда дәл осындай аяғын пайдаланамыз. Ал аяғына дейін тоқиық. Мәнке мен тоқып болдым. Асықтарын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 моншақ кетті сонда. Енді біз қазір мына шетіне келдік. Енді осы шетінен ұзынавойы моншақ бау тоқитын боламыз. Бір кружогым келмей қалыпты ғой. Осы жерден біреуін аламыз. Сосын мына моншақтың осы тұстардан біреу, мына тұстардан біреу аламыз. Сосын мына жанынан, мына тұстан біреу алсақ, мынадан қазір біреу түседі ғой. Мынадан алсақ, мынау арқаны тастап, мынадан аламыз. Мынау арқаны тастап, мынадан аламыз. Сондай бау жасаймыз. Артқа қарай байлап тартуға да болады да бұны. Енді мына былай қарай бірінші бауымыздың көрсетіп жіберейін. Мына соңғы моншақ тоқыдық қой. Содан кейін мына үшбұрышты тастап арқаға бекіттік, мынандай тоқу арқылы. Енді мынау арқа не тұр, үшбұрыш тұр, оны тастап, мына жердегі неге қарай өтіп аламыз. Ең соңғы неге, өрімге. Тоқу арқылы өтеміз. Енді осы жерде әркім өз еркі 10 рет тоқып, моншақ қосасыз ба жоқ, 15 рет или 20 рет әркім өз еркі. Мінекей 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada кружоктың бірімен тоқимыз, енді бау жіңішкелі болу үшін. 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сосын ұзындықта әркім өзіне өз еркі, қанша ұзындық қалдырғысы келеді, өзіңіз көріп отырып, осы болып қалады деген сияқты ұзындықта тоқыңыз, өзіңізге ұнайтын. Моншақты да дәл өстіп өткіземіз. Жұмышып шығарып аламыз. Сөйтеміз де арғай тағы да 15 тоқыдық па, 15 тоқып, одан кейін тағы моншақ аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мындай моншақ алып, түсіп кете береміз өстіп. Ұзындығы өздеріңізге байланысты. Алып тоқи берейік өстіп. Қанша ұзындық қажет етеді, сонша ұзындық тоқи беріңіз. Тоқып алдым мен. Енді ең соңын моншақпен көрсетейін, өйткені сіздер моншақпен тоқып атсаңыздар, мынада енді оңайда, мынадан бекіте саламыз өзінің несінен. А моншақта басқашалау болады, сол үшін осыны тоққандай тоқи бересіз моншақты да, бірақ ең соңында тоқтату керек қой енді моншақты. Мына бірі өтеді кружоктың 8-дік моншақпен, сөйтіп осылай өткізіп аламыз. Моншақтың тесігінен жұмысшымызды өткізіп аламыз. Сөйтеміз де бір тоқып аламыз. Және бір тоқып аламыз. Сөйтеміз де жұмысшымызды қырқамыз. Қырықтық. Сөйтіп, жұмысшымыз былай шығарамыз. Өзі мынарда түйін пайда болып қалады. Содан кейін барады дағыны, ол ұстап қалады. Енді кружогымыздың жіңішке жағыменен мынау жұмысшымыз бар емес па, қырыққан жұмысшымыз, соны бері қарай шығарып аламыз. Сол кезде ана түйін моншақты ұстап қалады. Енді түйінді ұстап тұрамын, өйткені былай қарай өтіп кетуі де мүмкін. Енді мына түйінді темен осылай тартамыз. Осы түйін осы моншақты ұстап қалады. Сөйтеміз де мынаны жұмысшымызды қырып тастаймыз моншақтың түрінен әдемілеп. Мен қырықпай қойын, қазір ана өзім моншағым салым керек қой. Мына моншақты осылай саламыз, мына түйін ұстап қалады. Осындайғы қанша ұзындық керек, сонша ұзындықты тоқимыз. Менікі қысқалау қалды деймін. Сәл бұдан ұзында болған дұрыс деймін. Осылай
тоқимыз. Енді мына жерден шығарып алдық қой. Енді мына тұстан шығарамыз. Осы тұстан шығарамыз. Так. Енді мынау арка, біреу, екеу, үш арканы тасып кетеміз. Сөйтіп біреу, екеу, үшеу. Мына жерден аламыз, мынадан шығарамыз. Мынадан шығарсаңыздар да болады. Қазір мен мына жерде бір моншақ, екі моншақ. Мына екінші моншақтың қасынан жұмыс шығарамыз. Мен осы жерде көрсетемін. Осы жерде қалай алдым, дәл сондай қып, мына моншақты тастап, мына жерден алсаңыздар болады. Или осы моншақтан алсаңыздар да болады. Сосын мына жерде де бір, екі арка тастап, үшінші мына арадан аласыздар. Мына екі арка тастап, мына жерден аласыздар. Сөйтіп тоқи бересіздер. Енді оның мына жері ғана ғой, енді сіздерге түсініксіз. Жаңа жіптен қалай бастаймыз? Сол ғана моншақ алуды көрсеттік. Тура сондай ала бересіздер. Тура сондай қып, ең соңғы моншақты тура сондай қып тоқтата бересіздер. Жаңа мен көрсеткендей қып, оны қайталап көрсетудің қажеті жоқ. 15 рет тоқып аласыз ба, 20 рет тоқып аласыз ба, 10 рет тоққан сайын моншақ шығарасыз ба, ол өз еркіңіз, ұзындығы да өз еркіңіз. Тек мен басталу жолын көрсетсем болды, соны қайталай бересіздер. Мына жұмыс қой енді. Осы қысқасын бірге тоқып кету жолы, шамалы түсініксіздеу жолы сол жер, сораны түсіндіріп жіберем. Міне, бұны бүйтеміз енді. Мынаны тоқимыз ғой. Тоққан сайын мына қысқа жібімізді айқастырып отырамыз. Крес қып айқастырып отырамыз. Сол кезде ол осының ұзындығымен ол да тоқылып кетеді. Жаңа 15 жібіміз, мен 15-тен алдым, міне көріңіз, мынаны былай қарай айқастырып жатырмын енді. Қысқа жіпті былай айқастыра береміз. Енді бері қарай айқастырамыз. Сол кезде мына қысқа жібіңіз жасырынып тоқылып кетеді да, тоқтайды да, тоқтамаса болмайды ғой енді. Тоқтатпасақ болмайды, сол үшін солай жасырып тоқтатамыз. Енді былай қарай өткіземіз. Өстіп 15 жіп тоқтым, мен 15 рет өстіп алып шығам. Осыменен сіз 20 рет тоқып моншақ шығарып атсаңыз, ол кезде 20 рет осылай айқастырып алып шығасыз. Содан кейін өзі тосылғаннан кейін кішкене қалса ұшын көрсетпей қырып тастай саласыз, болды. Енді бері қарай әкелеміз. Айқастырып келе жатырмыз, қыздар, айқастырып. Мына тоқыдық қой. Енді мына жұмыс жіпті мына жаққа қарай, былай қарай апарамыз. Мына жағына келеміз. Сөйтіп жұмыс жібімізді тоқимыз. Ана жіп ортада тоқылып келе жатыр, ол да айқасып. Енді бері қарай әкелеміз. Мынаны бері қарай өткіземіз. Бері қарай өткіземіз. Сөйтеміз да мына жұмыс жібімізді кружоктар жіптен өткізіп тоқи береміз. Енді былай қарай өткіземіз. Былай қарай өткіземіз. Сөйтеміз да. Енді былай қарай өткіземіз. Қысқа жіпті өткізіп береміз былай қарай. Сөйтеміз да, мынаумен тоқи береміз. Өстіп жасырамыз. Осы жерде енді сіздің 15 қатарыңыз бітіп қалса, 40 тастай саламыз. Қысқа жіпті қырқамыз, қысқа жіпті. Жұмыс жіпімізді емес. Өстіп тоқи береміз. Өстіп. Так, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бопты менікі. Мынаны бүйтіп қырқа саламын, енді онда тұрған ештеңе жоқ. 11, 12, 13, 14, 15. 15 болды. Енді мұшамызды алайық. Мұшамызды алдық. Мінекей. Енді жұмыс шықты, осырадан бүйтіп өткізіп жібереміз. Өткізіп жібереміз. Сөйтеміз да осылай тоқып, 15-імізді тоқып, тағы да мұша қоса береміз. Осылай мұшамызды қосып кете береміз. Жаңа көрсеткендей. Егерде мынадай мен аяқтаған кезде, тура жаңағыдай алған өрімді бір тоқып алдым да, енді мынандай байланып қалды ғой, жаңа мошақта да түйін пайда болады ғой, бұнда да сондай түйін пайда болды. Енді осыны мына өрген өрімізге шамалы жасырып жібереміз да, содан кейін барып қырып тастай саламыз. Әрбір өрімнен жаймен бүйтіп өткізу арқылы әрі бері өткізіп сөйтіп жасырып қырқа саламыз. Егер мынандай дайынын алып тоқып атқан жағдайда осылай істейсіз. Осылай жасыра саласыз. Сөйтесіз да бүйтіп түбінен қырып тастай саласыз. Өстіп аяқтайсыз. Енді екеуін тоқыдық. Біреуін ошақпен аяқтау жолын көрсеттім, екіншісі жаңағы дайын немен аяқтау жолын көрсеттім. Дәл өстіп тоқи береміз. Енді мына ошақтан аласыздар. Біріншісін мынадан алдық, екіншісін мына ошақтан алдық, енді үшіншісін мына ошақтан аласыздар. Тура мынаны бастап, мынаны аяқтағандай аяқтаймыз. Бұл арада үшеу болады. Енді оны тоқисыздар. Содан кейін нарада біреу, бір арка, мынау арка, екінші арка, мынау бірінші арка, арка, мынау екінші арка, мынау үшінші арка. Осы арада мынау ненің төртінші аркамен екеуінің ортасында мынандай не тұр ғой, дәл осы жерден аламыз. Тура бұнда, тура жаңағыдай нараны қалай бастадық, тура сондай бастаймыз. Осы арада өрімнен аламыз жұмыс жіпті. Сөйтеміз да, қысқа жібімізді қандай ғып жасырдық, айқастырып жасырдық қой. Тура сондай ғып жасыру арқылы әр мошақтың арасындағы жібімізді тоқып шығамыз. Мен мысалы 15-тен салып атырым, айқастыру арқылы. Бұлай қарай өткізіп жібереміз. Сөйтіп бір тоқып аламыз. Бұлай қарай өткізіп аламыз. Сөйтіп оны тағы бір тоқып аламыз. Дәл өстіп айқастырып тоқи береміз. Сөйтіп жаңағыдай жібімізді қырқып, не жіпті, қысқа жібімізді, сөйтіп дәл өстіп тоқи береміз. Tasтай саламыз. Так.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Мен қолымнаған үйреніп қалған. Сегіз, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Енді моншамызды аламыз, сөйтіп шетемізді мынау шымшықты моншақтың ішіне өткізіп жібереміз. Шетемізді бір тоқып аламыз. Сөйтіп арғая 15-міз тоқи береміз. 1, 2, 3, 4. Дәл өстіп аяғына дейін барайық. Аяқталу жолында көрсеттім. Дәл сондай аяқтайсыздар. Сосын келесін бірге тоқитын боламыз. Келесілерін қай жерден алатынын көрсетемін. Сосын арқaya өз бетімізше тоқитын боламыз. Өйткені басталуын көрсеттім, қысқа жіпті жасыруды көрсеттім, моншақты қалай тоқтатуды көрсеттім. Дәл сондай көрсетіп сөйтіп тоқи бересіздер. Тоқып болдым. Әрі 15 қатар сайын бір моншақтан салып, арада 3 арканы тастадым да, 4-ші арка екеуін ортасынан алдым. Мына жерде де сөйтесіздер. 1, 2, 3, мына 4-ші. Дәл осы жерден мынаны қалай бастадым, дәл сондай бастайсыздар. Аяқталу жолында көрсеттім. Сондай аяқтайсыздар. Сонда мынадайдан мынаяқтан 3-еуін алдық, мынаяқтан 2 алдық, 5 болды. Тур сондай мынаяқтан да солай аламыз. Мына бетінен де. Мына бетінен де тур сондай аламыз. Мысалға енді мына жерде мына арада бізде не болды ғой? Біріншісін тоққан кезде дайын алып кете бердік қой. Ана жерде дайын жоқ қой, енді сонда жұмыс жіпті өзіміз шығарған кезде мынаны қандай ақ шығардық, мынаны қандай ақ шығардық, дәл сондай шығара береміз. Жіпті айқастыру арқылы жасырып шығара береміз. Сөйтіп дайын болады, сонымен арқaya өз бетімізше тоқимыз. Шеберлер мынандай болып шықты. Мына балын жастар заказ берсе, осылай алған болады. Бір несінде 1, 2, 3, 4, 5, 6 моншақ кетті. 15 жіптен 6 моншақ кетті. Жастарға осылай болады. Олар байламайды ғой. Ұзын салбыратып тағады. Ал келіншектер заказ берсе, оны ұзартасыздар, шамалы байлайды өйткені олар. Осындай аяқталды, өстіп тоқып жүргендер болады. Әдемі болып шығады. Мына жерлеріне де моншақ салуға болады, мен бірақ салмадым. Киіп көрсететін болам.